Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздерменен голубцидың ерекше тәсіліменен бөліспекшімін. Соңына дейін видеоны көріп, ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен біз голубцидімізді бірінші капустадан бастаймыз. Түнде тоңазытқышқа қойып алғанмын. Жапырақшалар бөліп тез алынады. Осыны керегіміздің бәрін болғаннан кейін түбін қатты жерін кесіп тастайтын боламыз. Бұл жері бізге керек емес. Біз енді паршын дайындаймыз. Бізге сыр, күріш, піспес, тартылған ет, пияз керек. Бәрін араластырып, үстіне күрішімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Мен осылай араластырдым, үстіне су құйдым. Күрішке болғаннан кейін су құймаса болмайды. Осылай араластырып болғасын, кесені форма есебінде алдым. Мен осылай форма кесеге саламыз. Сөйтіп жаймендеп фарштарымызды салып, бұның үстіне қазір ортасын кішкене кесіп, бүктеп алып, оны тағы да бүктеп, бұрыш шығарамыз. Ортасынан сөйтіп оны кішкене кесіп тастап, ортасын ойық қыламыз. Біздің сырымыз бар, сюрприз тосын си. Осыны ортасына салып, бүгіп жібереміз. Бұл 3 қатпардан тұрады. Бұны да осылай ортасына бүктеп алып, бұрыштап, ортасын кішкене ойық қыламыз. Сөйтіп, жаймендеп бұған да фарш саламыз. Фаршымызды салып болып, жаймендеп қатпарларды бүгеміз. Жинаймыз уже. Осылай бір қатпар, одан кейін екінші қатпарды, үшінші қатпарды бірінің үстіне бірін саламыз. Қазір мінекей бәрін бүгіп болдым. Осыны енді фольгаға ораймыз. Осылай қалыпты тымалақ капуста, кішігірім капустадай болып көрінеді. Оны қазір аламыз да. Фольганы осы кеселерді орайтындай осының формасына салып кішкене кесіп алдым алдын ала. Міне осылай қойып, кесемізді үстіне аударып, жақсылап орап, қалыпқа келтіреміз, формаға келтіреміз. Енді тура қайта капуста тұрғандай болады, енді формасы әдемі болып шығады. Осылай бәрін формаға келтіріп алып, міне бәрінде болдық. Менде 6 штук шықты. Бұны енді мантаварканың ыдысына салатын боламыз. Алтауын сестіріп, осы бірнеге салып жіберейік. Сосын бұны зубочисткамен төбесінен 3-4 жерінен кесіп қоямыз. Ауа шығып тұру үшін. Сөйтіп 45 минутқа отқа қоямыз. Міне 45 минут өтті. Біз голубцидімізді ашып көрейік. Піскенде өз қалпыменен арасы өте жақсы піседі. Ойындауға болмайды, әдемі болады. Міне осылай ыдысымызға аударып алып, сервировка жасаймыз қазір. Гарниріне не салып қойсаңыз да болады. Мен картофельный пюременен капуста салат істедім. Дастарханға осылай ұсынсаңыздар болады. Бұның енді арасына кесіп көрсетейін сіздерге қазір. Өте таза піскен. Арасында сыры. Көрдіңіздер ме? Дәмі де иісі керемет болып тұр. Сіздермен бірге болған Лейла. Ұнаса видео
тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.